Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде ағаш көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Адамдар түсінде әртүрлі өсімдіктерді, соның ішінде ағаштарды жиі көреді. Түсінде емен-тоғайын көрсеңіз, сіз үлкен байлыққа ие боласыз және істеріңіз жақсы болады деп айтылады. Жаңбыр ағаштары сіздің істеріңізге мансаптық және отбасылық тұрғыда сәттілікті білдіреді. Ғашықтар түсінде үлкен жемісті ағашты көрсе, өте қолайлы жағдайларда ерте бақытты өмірдің жаршысы. Егер түсінде ағаш жасыл жапырақтардың тығыз тәжімен жабылған болса, бұл жақын арада сіздің барлық жоспарларыңыз бен армандарыңыз орындалатынының белгісі. Өлі ағаштар жоғалтулар мен көңілсіздіктер. Тамыры бар өсімдіктерді кесу немесе жұлу бюджетті және өз күшін қисынсыз ысырап ету. Түсіңізде орманды көру бизнестегі өзгерістерге, жасыл орман гүлденуді білдіреді. Егер сіз түсіңізде ағаш кесетін болсаңыз, онда сіз өз мүдделеріңіз үшін күресуге тура келеді. Түсінде орманды аралау мансап пен отбасылық өмірде сәтсіздіктерді күтуді білдіреді. Егер сіз бір уақытта қатып қалсаңыз, іс жүзінде сізде ұзақ жағымсыз сапар болады. Түсіңізде түнде бейтаныс ағаштарды көрсеңіз, қиыншылық пен алаңдаушылықтың белгісі. Егер түсінде ол ағаштан көп жеміс алса, онда шын мәнінде ол көптеген сыйлықтар, байлық және жағымды тосын сыйлар алады. Гүлденген ағаш сәттілік пен қуаныштың белгісі. Тамырынан кесілген ағаш қайғы мен өлімді білдіреді. Түсіңізде ағаштан жасалған сақинаны көрсеңіз, әйелге опасыздық жасау немесе мүлікті жымқыруды білдіреді. Түсіңізде жаңғақ ағашы соқыр, сараң мінезді ауыр адамды білдіреді. Оның жемісін көру еңбекпен табылған ақшаға. Кімде-кім өзінің жаңғақ ағашында тұрғанын көрсе, соқыр денелі адамға тәуелді болады. Егер ол ағаштан түссе, онда олардың қарым-қатынасы үзіледі. Түсінде жапырақтардың қалай түскенін көру немесе бейтаныс жалаңаш ағашты көру қиыншылықты білдіреді. Су ағатын, сарайлар тұрған гүлденген бақшаны көру және оған шақырған әйелді көру оның шахид болып жаннатқа баратынын білдіреді. Түсінде бау-бақшаны көріп, ағаштарының жемісін жесе, бай әйелден мал алады. Ағаш түбінен жеміс-жидек терсе, асыл адаммен соттасып мақсатына жетеді. Түсінде кедейге жеміс көру, байлық алу, ал дәулетті адамға оны көбейтуді білдіреді. Түсінде ағаштардан жеміс-жидек түсіп жатқанын көрген адам өзінің шынайылығымен, жақсылығымен танымал болады. Түсінде басқа ағаштарда өсетін ағаштың жемісін жұлып жатқанын көрген адам салих адамға үйленеді, немесе адал адаммен кәсіп ашады. Түсінде басқа, бөтен ағаштардың жемісін жұлып алғанын көрген адам заңсыз әрекет жасайды, дұрыс емес нәрсеге қол жеткізеді, немесе рұқсат етілмеген сызбаларды жасайды. Түсінде ағаштан жеміс жинау, білгірден білім алуды білдіреді. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар.